государств и будем говорить о том, что наши чиновники нарушают ассоциацию с Евросоюзом, не прислушиваются к мнению Европейского Союза, демонстративно игнорируют поддержку коренного народа Крыма и делают, в общем, другие неприглядные вещи, которые, на наш взгляд, нужно немедленно исправлять. И с таким чемоданом без ручки на крымскую платформу, ну, как бы спокойно не зайдешь, и мы будем говорить об этом неустанно, потому что за нами Крым, за нами люди, которые нас смотрят и в Крыму, и ждут там Украину и свободу. Всем доброго, смотрите АТР дальше. Qırım platformасы ОБСЕде тәқдим етілді. Украина тыш ішлері назирінің бірінші муавини Минеджипар тешкілят азалары олған мемлекет темсілжілеріні Qırым музакире мейданына қошылмаға чағырды. Бұне берабер о Qırым платформасынан самміті Киевде августның 23-інде кечірілежегіні хабар етті. Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародного співтовариства. Украина мудафа назирынан Авропа-Атлантик интеграциясы мәселелері бойынша муавин Анатолий Петренко Qırымның қанунсыз милитаризациясы аққанда тариф етті. Февральның 26-сында президент Володимир Зеленский Qırым платформасынан тешкили комитеті құрылғаны аққында илан еткен еді. Бұне берабер шу күні Qırым татар тілін кишаф етмесіне қол тұтып ешғал етілген Qırым сәкенлерінің ақлары қорчаланмасы ферманын айдынлатты. Qırım татарларынан терроризм ве экстремизмге ичте алақасы yok. Қарасу базарда яшаған Qırım татар милли әрекетшілері халыққа ачық видеомаражатта болынып, сияси мабуслерге қол тұтқанларына, ве оларының қоранталарының бірдемлік олғанларына айттылар. Halkım korkmanız Allah'tan başka bir kimseden. Hartlarımız öyle yaptı. Analarımız, babalarımız sürgünlüğe bastığı zaman, sürgünlüğe çıktığı zaman Kur'an'ın çıktar, Kur'an'ın kayıttar. Şu mübarek kitaba göre bugün biz böyle ağlardamız. Niçin? Ezan sesleri meydana çıktı. İslamiyet'i anlayan, fikirleri bilen bağlar çıktı. Kur'an okuyan yaşlarımız var. Bugün o yaşları bizden çekip alırlar. Kartlarımızı çekip alırlar. Razı olmanız, bu yalanlara, bu tene batmanız, kabul etmeniz. 200 yıl verisi de bu zulümleri gördük, şimdi de görüp geliyoruz. Onun için bizim kuvvetimiz birlikte. Biz hepsimiz Qırım Tatarımız, biz hepsimiz Müslümanımız, birbirimize kol tutmak gerekmiz, birbirimize yardım etmek gerekmiz, destek olmak gerekmiz. Biz birbirimize destek olsak, birlik olsak, biz enerik. Galibi bizim olacak. Hapsılda haksız yerde yatan din kardeşlerime de sen yardımcı ol da yararım. Ballarına, torunlarına, soy akrabalarına, ana baba, karbaba katanalarına kavuşsunlar yararım. Amin. Be hürmeti seyyidimizin ve elhamdülillah Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Herkes okusun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmeddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر. Февральның 17-сінде Ярмаданның Бірқач районында Кутлеви полис тарамалары кечірілді. Нетижеде 6 Qırım татары яқаланды. Азамат Эйюпов, Яшар Шихаметов, Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Эрнес Ибрагимов и Олег Федоров. Эпсіні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп террорчылықта ве Русияда әкиметні күчнен запт етмен тұлуында қабатлайлар. Ишгалчылар бүгін ақайларны қарт ве апайларны тұталар. Ярны се балларны яқалайжақлармы деп сорай мұражат еткенлер. Видео мұражатны язғанлар, қанунсыз тұтылғанлар дерал азат етілмесіні талап еттілер. Украина ве Русия арасында сияси мабуслер деңіштірілігі бойынша прогресс yok. Бұны адвокат Николай Полозов Украина тыш ішлері назирынан бірінші муавини Минеджипар ве Юқары Шураның инсан ақлары векилетлесі Людмила Денисова или Корушкен сон хабар етті. Понятно, что это происходит по вине российских властей. Они не хотят каким-то образом форсировать этот переговорный процесс. Они выдвигают те или иные заведомо невыполнимые требования для того, чтобы двигаться дальше. Но и именно Джипар, и Людмила Денисова меня заверили,
что все равно украинские власти, они предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы спасти своих граждан из российских тюрем. Соңки мабуслер азат етілмесінден 1,5 ел кечті. Соңки Деңішев группасында тек бір қырым татары Эдембекиров бар еді. Бұл вақыттан берлі ишгалчылар уйдырылған сияси давалар бойынша да онларжы қырым татарларыны яқалап апске ташлады дей ақ қорчылайжы Татьяна Печончик. Оның фікіріне көре тек халқара басқысы Русияны сияси мабуслеріні азат етмеге мечбур ете біле. И здесь очень важно привлекать внимание демократических стран мира к тому, что политические преследования продолжаются, и этому была посвящена работа нашей организации и многих других, чтобы не было соблазна сказать, что вот Россия, мол, отпустила Олега Сенцова и уже все хорошо в Крыму. Нет, нехорошо. Более того, этот список политзаключенных еще и сильно вырос с тех пор. Более того, Россия, нам надо больше рассказывать, как Россия злоупотребляет своим собственным антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством для преследования несогласных, для преследования по религиозному признаку активистов, журналистов и так далее. Юнус Машарипов ханизбетен уйдырылған жинай даваны Қырымнан юқары Рус махкемесі ғайрыдан бақмалы. Бөле қарарыны Краснодарынан 4-ші кассация махкемесі шығарды, деді адвокат Алексей Ладин. Оның сөздеріне көре махкеме избатлар етерлі олмағанны таныған. Бұндан евелі Ялтанын ишгалчылар махкемесі Машариповны патлайжы мадделер ішлеп шығарылмасы ве сақланмасында қабатлы олырақтанып 4 ел апыс мұддетіні белгіледі. Мұне бері өз әрекетлеріне сайып шықмай деп, оны мечбури психиатрия хастаханесіне жоллама қарар алынған еді. Апелляцион махкеме есе бір эпизод бойынша патлайжы мадделер ішлеп шығарылмасы бойынша қабатыны рет етті. Биологик экспертиза нәтижелері келішмеген избат оларақ танылған еді. Суд отменил апелляционное решение и направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Крыма в ином составе суда. В настоящий момент защиту не в полной мере устроило это решение, и в настоящий момент буду принимать решение в скором, возможно, обжалование этого кассационного решения. Машариповнан өзі білдіргенне көре бұ ақ қорчылайжы оларақ фалиет көстергені үшін интиқамдыр. 2017 сенесі сентябрынан 27-сінде белі олмаған кішілер оны Ялтада тұтып көтеклеген. Нетижеде оны Ялтадаки ФСБ даресіне кетіргенлер. Ондан не үшін Украина қытасына чоқ қатнағанны білмеге тырышқанлар. Нетижеде оңан избетен патлайжы мадделер ішлеп шығарылмасы ве сақланмасы маддесі бойынша жинайдава уйдырылды. Санки дерсін о Ялта чевре четінде олған орманны яқып, Қырымдаки вазиетні кергінлештірмеге планлаштыра екен. Юнус Машарипов ишгалчылар махкемесінде қайд еткенне көре илк сорав деваманда оны азапларға оғратып, қабатыны өз бойына алмаға мечбур еткенлер. Семадан түшкен ташлар 200 жыллық тереклеріні йоқ еті. Фарусның онларжы сакина Русия президенті Владимир Путинге видео мұражат язды. Оларны ерлі паркта башлатылған құржылық ачығлатты. Анда кон тереклер пычыла. Олар арасында қиметлі ве пек аз олған Любнан седірі. Наратлар ве дигер сирек тереклер йықылып юқарабаларынен алып чықалар. Ачылған мейданда бульдозер ве бетон ташыған машиналар чалышады ерлі сакинлер, ишчілер қора-қора. Наразылық хостергенлер айтқанна көре, ишгалчылар акимиеті ве полис хадимлері табиат қорығы йоқ етілмесіні өртмекте. Идаре етілмеген ерлі ишгалчылар акимиетіне Путин тесір етмесіні талап етелер. Мы не экстремисты, мы не называем и не призываем к беспорядкам, мы не проводим террористических акций, не проявляем какие-то хулиганские действия. Мы мирные люди, и мы хотим жить достойно на нашей земле в гармонии с природой. Спасибо, ваши крымчане. Қырымда весиқаларына тешкірмек үшін да бір себеп. Ишгалчыларынан полис хадимлері антинавальный адлы мақсус операция кечіре. Боле шекілді Русия мұхалифіне қол тұтув акцияларыны оғыны алмаға істейлер. Гаи хадимлерінен субетні қырымлы блогер Сергей Владимирович язып алды. Полиция хадимінден тоқтав себеплеріні білмеге тырышқаны вақыт патрульде олған уйкен патруль хадимы блогер малыматыны доғры ешітмеді деп жауап берді.
Первый раз слышу причина остановки, проверка документов из-за того, чтобы кто поддерживает Навального или что-то такое, вот он сказал, мне не знаю. Мне кажется, вам послышалось. Жебеде 9 Украин арби водяной жибарындaki позицияларда патлав нәтижесінде қазаланды. Арби араба майын үстінде патлаган. Бір Украин арби яраланған, 8 арби сақатланған. Қазаланғанларына дерал госпитальге еткізгенлер. Душман күчлері жебенің бір қач ноқтасында тұрған Украин арбилеріні граната ве құршын аты жетірті батларынен атешке тұтқан. Украин аскерлері сырасында ғайыплар yok. Ишгалжілерінің ұжымына Украин аскерлері қаршы атеш açtı. Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу, начебто через обстріл з боку Збройних сил України. Вище зазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості. Кино olmay жақ Қырымда кечірілген чекімлерде іштирак еткені үшін дабы Русия актеріні Украинаға қоймадылар. Оны Борисполь авалиманындан кері Беларусьеге қайтардылар. Сыңыржылар хабар еткеніне көре бұл Русияде нам қазанған актер Роза Хайрулина. Украинада кечірілежек чекімлерге ел алған. Ама она Украинаға кірішінді 3 жылға ясақ. Чөнки о бір қач кере Украина қанунларыны бозып, ишғал етілген Қырымны зиярет еткен. Ярмадада президент татиллері фильмінде иштирак еткен. Вам будет закрыт въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В случае, если вы пожелаете приехать в эти сроки, то вам будет повторно закрыт въезд еще на 10.